сүрініп болған шақыл тапқан ардақты ағайын, ассалаумағалейкум. Әкімдер мектебінде тәлім алып жатқан әкімдер туған жерге қалай қызмет етіп жатыр және елдің, ауылдың экономикалық әлеуметтік өсім үшін не істемек деген жоба жоспарларын арнайы аяқтай кеп қадағалау жұмысын ары қарай жалғастырып жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, ауыл әкімдеріне қосымша мүмкіндіктер беру керек, уәкілеттіктер беру керек, қосымша қаражат беру керек. Оны салықтық негізде қалай жүзеге асыру керек, бұл бойынша мен де депутаттық сауал көтеріп, бұны нақты ұсыныстарды тәптіштеп берген едік. Жалпы әкімдер мектебінде алған білімді және біз беріп жатқан ұсыныстарға көзқарастарын аяқтай келіп анықтап біліп жатырмыз. Бүгін Бозайғыр ауылдық округіндеміз. 6000-нан астам халық тұрады. 3 ауылдан құралған, құт қонған мекеннің әкімімен жүздесеміз, сөйлесеміз, елдің ертеңі үшін, халықтың болашағы үшін не істемек? Жоба жоспарларын көреміз, бірге талдаймыз, бағалаңыздар. Бауыржан Шаймұратұлы, ең бірінші елге қош келдік дейміз. Енді өзіңіз білесіз, біздің елімізде 21 жылдан бастап әкімдердің сайлау өтіп жатыр. Мемлекет басшысы ауыл әкімдерінің сайлау өту керек деді. Одан бөлек жаңағы мынау облыстық маңызы бар қалалар және де аудан әкімдері де мынау пилоттық режимде сайлау өтті. Биылдан бастап аудан әкімдері толықтай сайлау басталады, өзіңіз білесіз. Енді негізгі идеологиясын өзіңіз білесіз ғой. Мен өткенде осы аптада депутаттық сауалда жолдадым. Арнайылап мінекей аудан әкімдерін аралап жүрміз деп, мінекей соның айғағы ретінде келіп отырмыз. Біздің елімізде бүгінге дейін сайланған ауыл әкімдерінің саны шамамен 2,5 мың. Сол 2,5 мың ауыл әкімнің сайланған шамамен 60% бұрын ешқашан мемлекеттік қызметте болмаған. Білесіз ғой, елде сын болып, анау кәсім шалбарды шешпейді, елмен сөйлеспейтін, жаңағы елді менсінбей өтірік статистика оқитын әкімдер деп қатты ел сынайтын. Өзіміз сайлауымыз керек деді, мінекей мемлекет басшысы бастама жасады, нақты жүзеге асты, қазір сайланып жатыр. Соның бірі өзіңіз 21-де сайландыңыз. Енді Қазақстан Республикасындағы ауыл әкімдері сайлауының алғашқы қарлығаш десек болады өзіңізді. Дұрыс қой? Дұрыс айтасыз. Иә. Енді біз білеміз, сол ауыл әкімдерінің жаңа айтқанындай тақырыпқа түздік болып отыр, 60% бұрын мемлекеттік қызметте болмаған. Мемлекеттік қызмет дегеніңіз құжат толтыру, мемлекеттік сатып алу, бағдарлау, бағамдау, елмен жұмыс істеу, бұның барлығы үлкен опыт. Сөйлеу бөлек, сырттан сынау, ішке келіп жұмыс істеу бөлек. Сол енді сайланған әкімдерде кем-кетік болмасын, елге, халыққа беретін пайдасы көп болсын деп әкімдер мектебі құрылды. Мемлекет басшысы тиісті бастаманы айтты, қазір жүзеге асырып жатыр. Сол оқып жатқан азаматтардың бірі өзіңіз. Осы оқып жатқан әкімдер жаңа айтқандай скрининг жасады ма, кооператив құруға келісті ме, ауылдың экономикалық жоспарын жасап жатыр ма? 3 негізден тұрады өзі мектеп. Соны жасап жатыр ма деп апта сайын кездесіп жүрміз. Әкімдерге аяқтай барып, не атқарып жатыр деп. Соны бүгін енді мінекей Бозайғырға табан тіреп отырмыз. Жалпы бірінші бастайық. Бауыржан Шаймұратұлы, әкімдер мектебі бүгінге дейін оқудың бел ортасына келдіңіздер. Не берді сізге? Жалпы әкімдер мектебі да 1 айдан артық уақыт біз білім алып жатырмыз. Бұның берген негізгі бағыттары, мен енді бұл әкім болып 3 жылдан астам жұмыс істеп жатсам да, білмейтінім көп екенін бүгін күнде өзім түсініп отырмын. Себебі біз басқа мамандықтың иесіміз, біз экономиканы жетік біле бермейміз. Салық саясатын, мысалы, жаңа кооператив ашу үшін қандай құжаттардың қажет екенін, құжат ашқаннан кейін оны қандай субсидияға тапсыру керек екенін, қандай кредиттер бойынша жұмыс істеу керек екенін білмейді екенбіз. Соның бәрін бүгінге дейін біраз дүниені үйрендік. Мұнда 1,5 ай ішінде офлайн, онлайн оқып жатырмыз. Жалпы алған біліміміз біршама. Енді бұл білесіз, жалпы әкімдер мектебі, бұған дейін бұл Аманат партиясының өзінің ішкі жобасы болып жүзеге асып келе жатты. Одан кейін мінекей барлық ауылдың әкімдерін оқыту туралы мемлекет басшысының бастамасынан кейін мемлекет басшысының өзі айтты ғой, Аманат партиясының жасаған жобасын негізге ала отырып деді. Қазір үкіметпен біріккен жоба болып отыр. Жалпы елдің әр өңірінен келген әріптестеріңіз бар. Бүгінге дейін сайланған, жаңа әкім сайлау реформасының негізінде сайланған әкімдердің жіберген негізгі қателіктері қандай екен бүгінгі өз араларыңызда? Жіберген қателіктері мысалы ретінде алатын болсақ, біз жаңағы алдымызға келген адамды жаңағы неге жібереміз? Мысалы, бір адам бізге кәсіп ашам деп келсе, оны кәсіпкер бөліміне жібереміз, ауыл шаруашылық бөліміне жібереміз. Соның бәрін біздің өзіміздің деңгейде соны консультация беріп, кеңес беріп, сол жобаны аратай жүзеге асыруға болады екен. Бүгінгі күндегі мынау 4-ші деңгейдегі бюджетті толтыруға өзіміздің де атсалысуға болады екенімізді қазір түсініп жатырмыз.
кешенді мен депутат сауалымды көрдіңіз ғой. Мен осы ауыл жаңағы әкімдермен кездескеннен кейін нақты мәселені айттым. 4-ші деңгейлі бюджет бар сіздерде, шүкір. Енді 5-ші деңгейлі бюджетті пилоттық режимде ауыл аудандарға беру керек деп мәселе көтердім мәжілісте. Бұған көзқарасыңыз қалай? Әлеуметтік салалардың бюджетін қаржыландыруды облыстан ауданға беру туралы бастамаға көзқарасыңыз қалай сол бастамаға? Бұл бастаманы толығымен қолдаймын. Себебі өзіңіз айтып отырғандай, біздің округымызда қазір 3 орта мектеп бар, 2 балабақша бар. Биыл мында амбулатория орталық. Амбулатория, бір амбулатория, 2 акушерлік пункт бар. Биыл мысалы жаңағы үлкен жобаның аясында осы Аманат партиясының қолдауымен биыл 2 пункт ашылды. Біздің Төңкеріс станциясында және Күлши ауылында. Соның барлығының колледжіңіз бар және? Колледжіміз бар, және де колледжіміз бар. Соның бәрін қазіргі күнде қандай да бір мәселе болса, ауылдың әкімі және ауданның әкімі біз жаңағы ағымдағы мәселелерге біз жауаптымыз. Бірақ қаржы мәселесіне келгенде, қаржы мәселесі облысқа келіп тіреліп қалады. Жалпы колледж бойынша 2600-дей студент оқиды, бірақ біздің қазір филиалда 90 студент білім алып жатыр қазіргі күнде. Жалпы бұл жерде мысалы алатын болсақ, қазіргі дайындап жатқан мамандықтары бізге керекті мамандықтар. Оны жастар егер дұрыс түсініп, егер сол мамандықпен жұмыс істейтін болса, өте тиімді мамандықтар. Мысалы қазір өзіңіз көріп отырған мынау көлік, мысалы көлік жөндеу, мысалы мында көлік жөндеу, тракторыңыз бар, бәрі бар. Көлік жөндеу бар, мында ауыл шаруашылық техникаларын басқару. Оның бәрі бүгінгі күнде бізге жетіспей отырған мамандықтар. Себебі ауылдық округке жаңағы егінмен айналысатыны бар, мал шаруашылығы бар, 12 тоғыңыз керек қой енді бәрі. Қазіргі мынау тоғылардың басты мәселесі жұмыс істейтін азаматтардың, жұмысшы мамандықтардың 80-90% 60-тан асқан азаматтар. 60-тан асып кеткен азаматтар. Енді ертең соларды ауыстыратын осы қазіргі бізде оқып жатқан студенттер. Сондықтан бұл мамандықтар бізге өте қажет. Жалпы халықтың, елдің мынау әлеуметтік жағдайы қалай? Орташа тұратындары қайсы? Орташадан төмен, жаңағы ауқат тұратындары бар, айыс балатындары дегендей. Жалпы 6400 халық тұрады. Осы округ бойынша округта 3 ауылдан тұрады. Бозайыр ауылы, Төңкеріс станциясы және Күлши ауылы. Жалпы әлеуметтік жағдайы жақсы деп айтуға болады. Себебі бұның бір жақсы болатын оңтайлы жағдайы, біз Астана қаласының рейсінде тұрмыз. Халықтың 60% Астана қаласында жұмыс істейді. Барып келіп қатынап істейді. Салынып жатқан мекемелер өте көп. Мысалы айтатын болсақ, Астана орманы деген жаңағы проектіне мощность 2 миллион ағашқа дейін отырғыза алатын проект инвестициялық жоба іске асып жатыр. Мына жерде Hills Invest деген жаңағы биологиялық қоспалар дайындайтын завод ашылды жақында ғана. Сондай-ақ мына жерде мынау сабаннан қағаз жасайтын іске қосылып. Олар инвестиция ретінде келіп жатыр ғой? Инвестиция ретінде келіп жатыр. Кәсіпкерлер кооператив құрып жұмыс істеуге құқықсыз болады да? Халық қарапайым халықпен біріккісі бизнесін жасай бергісі келеді. Осы мәселе қалай шешіледі? Ниеті қалай? Кооператив құрамыз дегенді мәселені түсініп жатыр ма, жоқ па? Кооператив құрамыз дегенді қабылдау жағы өте қиын болып жатыр. Неге? Адамдарды жинап сөйлескен кезде адамдар айтады, мен мысалы мына сүтті онсыз да сатып жатырмын ғой дейді. Сіздерге қосылмасам да сатам. Кәсіпкерлер бар десе. Маған қандай пайда деген сияқты. Біз ол кісілерге қазір түсіндіріп айтып жатырмыз. Сіздер ашсаңыздар, сіздер субсидия аласыздар біріншіден. Екіншіден жаңағы жеңілдікпен кредит алуға мүмкіндіктеріңіз болады.